Assalamualaikum super көрермен, сіздермен бірге бұл теңбілдеп арнасы арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз және күнделікті видеолар шығып отырады. Арнаға тіркеліп қоямыз. Ал енді бүгінгі видеоның аңғыртпасын айтайық. Лионель Месси өзінің мықты екенін дәлелдеп қойды. Эрик Тен Хагтың өз командасына көңілі тола ма? Мбаппенің ертегі қашан аяқталады? Осы және осыған ұқсас жаңалықтармен бүгінгі видеомызды бастаймыз. Месси Интер Майамимен бірінші жүлдені жеңіп алды. Титулдар саны бойынша чемпион атанды. Аргентиналық шабуылшы мансабында 44-ші жүлдені жеңіп алды. Лига кубогының финалдық матчында Нэшвиллді пенальтилер сериясында жеңді. Кездесу Нэшвиллде болды. Пенальтидағы есеп 10-9. Месси Интер Майами сапында 7-ші ойында өткізіп, әрқайсысында гол соқты. Аргентиналық шабуылшы қазір американдық клуб сапында 10 голы мен 1 пасы бар. Шабуылшы клубтың барлық уақыттағы бомбардирлер тізімінде тек эквадорлық Леонардо Кампани 16 гол, аргентиналық Гонсало Игуайна 29-ны қалдырып 3-ші орында тұр. Месси 36 жаста ол мансабында 44 жүлдені жеңіп алды. Және бразилиялық қорғаушы Дани Алвес 43 титул жеңген рекордын басып озды. 2003 жылда 2021 жылға дейін Месси Барселона сапында ойнады. Онда шабуылшы 10 рет Испания чемпионы болды. 8 рет Испания суперкубогын, 7 рет Испания суперкубогын жеңіп, 4 рет чемпиондар лигасын жеңіп алды. УЕФА суперкубогын жеңіп алды және клубтық біріншілік 3 рет. Бейбітшілік 2021 жыл Месси алтын допты рекордтық 7 рет алды. Жылдың үздік ойыншысы берілетін сыйлық 2021-2023 жылдардың аргентиналық француздық Paris Saint-Germain сапында ойнады. Онда ол 2 Франция чемпионы болды және 1 рет ел суперкубогын жеңіп алды. Месси Аргентина құрамасы тарихындағы үздік бомбардир. Ұлттық құрамасымен бірге әлем чемпионын 2022 финалистімен 2022 жылы жеңіп алды. Олимпиада ойындарын 2008 жылы жеңімпазы атанды және жастар арасында әлем чемпионы болды 2005 жылы. Интер Майами тарихтағы алғашқы кубокты жеңіп алды. Команда 2018 жылдың қаңтарында құрылған. Клуб қожайындары бірі Англияның 6 дүркін чемпионы Давид Бекхэм. Лионель Месси командаға келгеннен кейін командаға жан кіргендей болды. Неге десеңіздер, Месси келгелі бері команда әр ойын сайын жеңіске жетіп жатыр. Алға Лионель Месси. Әлемнің гоаты десекте болады. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик Тен Хаг ағылшын премьер лигасының 2-ші турындағы Тоттенхэмге 2-0 қарсы матчтағы жеңіліс туралы айтты. Біз мүмкіндіктер жасадық. Бірінші таймда біздікі болды. Гол соғу керек еді. Біздің команда мүмкіндіктер туғызды, бірақ олары голға айналдыра алмады. Оның үстіне біз пенальтиге лайық едік. Біз оны алмадық. Сондықтан біз онымен күресуіміз керек. Ойын осындай. Бұл біздің күн емес еді деді. Менің ойымша біз көбірек мүмкіндіктер жасадық. Өте жақсы мүмкіндіктер. Біз үлкен қысым жасап, допты сақтап қалдық. Допқа ие болды. Тамаша мүмкіндіктер жасадық, бірақ гол соға алмады. Екінші таймда жақсы бастадық, бірақ біз ажыраған жоқпыз. Біз күрестік деп келтірді BBC Sport маманына Эрик Тен Хаг. Манчестер Юнайтедтің келесі ойыны 26 тамызда өз алаңында Ноттингем Форестке қарсы өткізіледі. Юрген Клоп Ливерпульдің сәтсіз трансферлеріне түсініктеме берді. Ливерпульдің бас бапкері Юрген Клоп қызылдардың барлық қажетті ойыншыларды ала алмаған туралы айтты. Юрген Клоп айтады: "Бұл трансфер бизнесі. Біз агенттермен, басқа адамдармен және басқалармен байланыстамыз. Кейде ол жұмыс істейді, ал кейде жұмыс істемейді. Трансфер терезесі ашық болса, бәрі дерлік болуы мүмкін. Бірақ командадағы біреудің кетуі екіталай", деп келтіреді Юрген Клоп Ливерпульдің ресми сайтында. Еске салайық, Мерсисайдтық Мойзес Кайседо мен Ромео Лявияны сатып алуға жақын еді. Алайда екі ойыншында Челси жұлып әкетті. Ливерпуль бүгін Ватару Эндоны сатып алғысы келеді. Юрген Клоптың тағы бір айтқан сұхбаты Сауд Арабиясы туралы. Сауд Арабиясының трансферлер терезесі жабылы бізден кейінгі 21 күннен кейін. Олар любой ойыншыны сатып алуға жағдай жетеді және сатып алуы мүмкін. 21 күннен кейін жабылған трансферлер бапкерлердің тактикалық жағынан да қиын болады деді. Мысалға біз қазіргі уақытта командаға тактика құрамыз, ал бір ойыншы кетіп қалса, ол тактика бұзылады деді. Содан кейін олар өз ренішін білдірді Юрген Клоп УЕФА-ға. Мбаппе өзінің PSG-дағы болашағы туралы ашық мәлімдеме жасады. Франциялық шабуылшы Килиан Мбаппе Франция чемпионы Тулузға қарсы ойында соққан голынан кейін жанкүйерлеріне үндеу жасады. Тең нәтижемен аяқталған матч Мбаппе пенальтиден гол соқты. Гол соққан соң шабуылшы париждік жанкүйерлермен бірге
мінбеге жүгіріп шығып, "Мен қалдым" деп айқайлаган. Бұрын есте түсіріңіз, Мбаппе PSG-мен келісім шарт ұзартудан бас тартқан. Осыған байланысты жұлдызшы уақытша командадан шеттетілген болатын. Біраз уақыттан кейін тараптар қарым-қатынас орнатып, ойыншы негізгі құрамға оралды. Еске салайық, бірінші турда PSG өз алаңында Лоренге қарсы 0-0 есеппен алмады. Бұл ойыннан кейін 4 ұпаймен тур кестеді. Келесі турда 26 тамызда PSG өз алаңында Ланспен ойнайды. PSG-ның бас бапкерінің тактикасы дұрыс келмей жатыр ма? PSG 2 ойыннан бері тең нәтижемен аяқтап жатыр ойынды. 6 очконың орнына 2 ұпай алып жүр қазіргі уақытта PSG клубы. Енді Мбаппе оралды, жеңістер басылатын шығар. Өткен маусымда Бавария сапында жалға ойнаған Манчестер Ситидің вингері Жоао Кансело каталондық Барселонаға ауысуға өте жақын. Мұнда Депортиво журналистерінің хабарлауынша көгілді гранат таяу күндер келісім шарт жабуға дайын. Каталондықтар алпауыт Португалиялық жылды 2023-24 маусымында сатып алу мүмкіндігімен жалға алмақшы. Өткен маусымда Кансело Манчестер Ситиде және содан кейін Бавария сапында ойнады. 29 жаста қорғаушы Премьер-лига мен Бундеслигада 32 кездесу өткізіп, 3 гол соғып және 5 нәтижелі пас берген мықты ойыншы. Бұл ойыншы сол жақта да, оң жақта да защитник ретінде ойнай алады. Барселонаның қорғаушысы Серджиньо Дест келесі маусымда PSV-дағы жалға өткізіледі деп хабарлайды Diario Sport. Eindhoven клубы американды келісім шартты 10 миллион еуроға сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ Барселона Дестке жалақысын жарысын төлейді, өйткені бүкіл жалақы PSV үшін тым қымбат. Есте сала 2020 жылдың жазында Барселона Серджиньо Дест үшін Аяксқа 21 миллион еуро төлеген болатын. Алайда американдық каталондық клубтың деңгейіне жете алмай 2022-23 маусымда Милан сапында жалға өткізілді. Қазіргі уақытта Хави Дестте сенім артпайды. Сондықтан Десті сату керек, ақша керек Барселонаға. Бүгінгі видео осы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Күнделікті осындай видеолар шығып отырады. Арнаға тіркелуді ұмытпайық.